Жапақ композиторларымен жақыннан танысып шығамыз. Демек бізде бірінші композитор Жапақ Шамұратов. Жапақ Шамұратов Өзбекстан һәм Қарақалпақстан халық артисті, Ердақ атындағы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, атақты бақсы һәм сәзеңгер. Қазіргі заман Қарақалпақ музыка мәдениетінің текарын салушыларынан бірі болған Жапақ Шамұратов 1893 жылы Әмудария районының Назархан ауылында дүниеге келген. Жапақ Шамұратов 8-9 классларынан бастап өзінің музыкаға деген қызығушылығы бар екенін сезе бастайды. Оның бұл қызығушылығын сезген ауласы Ешімбет деген қары өзінің кішкене дутарын сауға етеді. Һәм Жапақ бақсы бұл дутар менен естіген намаларын сазға түсіруге талпынған. Жапақ Шамұратов 1936 жылы Қарақалпақ мемлекеттік театрына қосқышы һәм музыкант болып жұмысқа кіреді. Оның атқарған намаларын Туманян фортепиано аспабына массастырып, ноталастырған. Шамұратов, Туманян, Шафранников һәм Әлімжан Халиевпенен бірге көп жыл давамында бірге істесіп, 20-дан астам музыкалық драмалар һәм комедиялар берді. Бұлардың қатарына Бағдайгүл, Ердақ, Сүймегенге сүйгенім сияқты музыкалық драмалар кіреді. Жапақ Шамұратовтың атқарушылық һәм үйретушілік музыкалық мирастары, жүрек тарлары, Жапақ бақсы Шамұратов, тарих, әдебиет һәм энциклопедия топламалары да баспадан шыққан. Ардақлы ұстаз Жапақ Шамұратов белгілі музыка үйретушілері Абдурем Сұлтанов, Ғани Аманиязов, Құдайберген Тұрдықұловларға ұстаздық еткен. Жапақ Шамұратов 1973 жылы бұл дүниеден көз жұмады, һәм оның аты қазіргі Мексика университетінің мәдениет мектебіне беріледі. Оның үйреткен бай бейбақа музыка мирастары қазіргі күнде телерадио комитетінің гранд пластинкаларында сақталмақта.